Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жемістерде дәруменнің көп екенін білемін. Күннің көзі ашылып, көкке шуақ шашылды. Құтты қонақ келіпті, төрімізге еніпті. Амандасу үлкенге, тәрбиенің басы ғой. Ал қанекей балалар, сәлем дейік үлкенге. Жемістерде дәруменнің көп екенін білемін тақырыбында сабағымызды бастаймыз балалар. Мұндағы оқу мақсаты сөйлеу барысында мақал мәтелдерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Мұғалімнің көмегімен сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау. Сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп оқиғаның соңын болжайды. Бағалау критерийі мұғалімнің көмегімен сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтайды. Енді балалар жемістер арқылы бірін-бірі бағалау. 1-ден 10 ұпай аралығындағы бағалау. Ой ширату тапсырмасы. Жұмбақтың шешуін табу. Балалар, бірінші жұмбағымызды оқып аламыз, сосын оның шешуін табайық. Ал енді балалар, өткен сабақта сендерге үй тапсырмасын берген болатынмын. Қазір сол үй тапсырмасын тексеріп шығайық. Жемістердің адам денсаулығына пайдасы. Бірінші байлық денсаулық. Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Тер шықпаған кісіден дерт шықпайды. Енді мәтінмен жұмыс балалар. Санадағы кинофильм әдісі. Балалар, қазір көзімізді жұмып, мен сендерге мәтінді оқып беремін, соны көз алдарыңа елестетіп отырыңдар. Теңізшілер жаңа жерлерді іздеп шарлады. Оларға көп қауіп қатер төнді. Бәрінен де қорқыныштысы керқұлақ, цинга ауруы болатын. Қатқан нан мен тұздалған етті 1-2 ай қорек еткеннен кейін олардың тістері түсіп қалды. Бұнан кейін теңізшілер лимон жеуді әдетке айналдырды. Жүзу сапарларына лимон алып шығатын болды. Өйткені керқұлақ ауруының себебі С дәруменнің, яғни аскорбин қышқылының жетіспеушілігі екені анықталды. С дәрумені лимоннан басқа қарақатта, итмұрында және тәтті бұрышта көп кездеседі. Ал балалар, қазіргі оқылған мәтіннен көз алдарыңа не елестеді? Ойларыңды айтып берсеңдер. Керқұлақ, цинга ауруының белгілері: тез шаршау, қызыл иек қанталайды, қан кетеді, бұлшық еттер ауырады, қылтамырлар үзіледі, буын ауырады, тістер босап түседі, ағзаның ауруларға қарсы тұруы төмендейді. Ал енді балалар, сергіту сәтін жасап алайық. Балалар, енді қазір біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерлеріңді аша қойыңдар. Бүгінгі күнді жазамыз. Пилс тапсырмасы бойынша аурудың себебі мәтіні бойынша тест. 1. Теңізшілер не іздеп шарлады? Нұсқасын белгілейміз балалар. Теңізшілер үшін ең қорқынышты ауру. Олар 1-2 ай нені қорек етті? Теңізшілер сапарларына не алып шығатын болды? Лимон. Мәтін неліктен осылайша аталған екен? С дәрумені қай жемістерде көп кездеседі? Енді балалар, тесттің жауаптарын қараймыз. Өз жауаптарымен салыстырып, қателескен жерлері болса, түзулеп қояйық.
Келесі тапсырма балалар смарт кестесі. Мұнда сендерге сәбіз берілген, осы сәбіздің құрамын, ондағы қандай дәрумендер кездесетінін және пайдасын осы кестеге толтырып жазайық. Ал енді кестені жауаптарын салыстырайық. Сендер не жаздыңдар? Мына жердегі жауаптары дұрыс па? Осыған назар аударайық. Ал енді балалар, үйге тапсырма 26-27 бет. Оқу, түсінік айтып келу. Кері байланыс балалар. Қазір өздерің осы сабақтан қандай пайдалы ақпарат алдыңдар? Ең ұнаған сендерге қай тапсырма? Қандай әдіс сендерге ұнады? Осы туралы өз ойларыңды айтып өтсеңдер. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар, сау болыңдар.